Әбілмансұр Әбділқайыр, Бақтияр Нұғыманов ерлер арасында Қазақстан чемпионатының финалы. Е4 С5 Сицилиян қорғанысы, ат F3 E6 Паульсен варианты, D4 CD, ат D4 6 және C4. Бұл Геза Мороци варианты. Негізгі орталықты және уәзір қанатын бақылауда ұстау керек. Ат F6, ат C3 және уәзір C7. Негізгі орталықтағы торды бақылауда ұстау. A3 өткені қарсыластың пілі B4-ке келуі мүмкін және байлап тастауы мүмкін. Бұны болдырмайды. B6, G3, піл B7, піл G2, D6. Рокировка піл E7 және тура негізгі орталықтағы сарбазды қорғап тұр. Рокировка піл E3, ат BD7 және тура C1. Мүмкін мына C4-тегі сарбазды алуға болмайтын шығар. Нақты варианттар бар шығар, өткені бірнеше мүмкіндік болды, бірақ мен білмеймін. Дәл қазір әрине алуға болмайды, алатын болсаңыздар, онда ат деген D5, ашық шабуыл, мына жерге шабуыл жасайды және тура деген мына уәзірге шабуыл жасайды. Ат негізгі орталыққа келді және уәзір E2. Тура ат C8 және F3. Бәрібір мына сарбазды алатын ешкім жоқ. Өткені неге уәзірмен алуға болмайды? Мен бұл туралы білмеймін. Өткені мына жерге де шабуыл жасайсың деген сияқты. Бірақ содан кейін С жолында қиналып қалуың мүмкін. Сондай бір әртүрлі ой туады. Уәзір D7 және B3. Енді мына сарбазды қорғап тұр. D5 сәл Бақтияр асыққан сияқты. Өткені F4 бірден қарсылас деген мына атқа шабуыл жасады. Ат E4 және сарбазды негізгі орталыққа алып келді және мына F6-дағы өрт сөндіруші қорғаушы деген лақап аты бар. Осы аттың өткені патшаны жақсы қорғайды. Алдық және F6-дағы өрт сөндіруші немесе қорғаушы аттың көзін жойды. Піл C5. Байқасаңыздар, бүкіл ойыншылар толығымен тек қана уәзір қанатында жүр деп атқан ғой. Уәзір E3 және DC. Оны біліп тұр, мынау байланып тұрғанын біліп тұр, бірақ мынауда шеге екенін ұмытпау керек. Тура А D1, біз тарғыш ережесіне сәйкес өзіміз мына атты қорғауымыз керек. Және CB тағы бір сарбазды алды. Піл B7 қомағалар қатарына келді. Тура C D8, үшеуі 1, 2 және үшеуі осы торға шабуыл жасап тұр. Бірақ оған көңіл аударатын Әбілмансұр жоқ. FG қомағалар қатарына келді. Бұлай уәзір E5 шах, бұлай және ат негізгі орталыққа барды. Біріншіден мына жерге барғысы келіп тұр және екіншіден мына байлаудан құтылу және мына батареяның қаншалықты қауіпті екенін сіздер көріп тұрсыздар. Уәзір B7 неге бұлай жүргенін түсінбедім. Шах, патша H8 және уәзір H5 осымен ойын аяқталды. Мына жерге қазір мат қоюға дайын. Өткені бұлай жүретін болсаңыздар, онда уәзір G5 шах және уәзір H6 бәрібір мына H7-дегі тордағы сарбаздың түбіне жетеді.